Саламатсыздар ма? Курс тыңдаушылары, келесі дәріс тақырыбы химиялық аппараттардағы қолданбалы гидравликаның жалпы мәселелері, гидростатиканың негізгі теңдеуі, құбырлардың гидравликалық кедергілерін анықтау, жалған сұйық қабатының гидродинамикасы. Жоспары химиялық аппараттардағы қолданбалы гидравликаның жалпы мәселелері, гидростатиканың негізгі теңдеуі, Бернулли теңдеуі, Гоген-Пуазель теңдеуі, құбырлардың гидравликалық кедергілерін анықтау, құбырлар мен аппараттардың диаметрін есептеу. Осы жоспар бойынша келесі дәрісті бастаймыз. Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Гидростатикада қатынасы тыныштық күйдегі сұйықтықтардың тепе-теңдігі қарастырылады. Соның негізінде сұйықтықтың көлемінің күйі өзгермейді. Ішкі үйкеліс күші болмайды. Навье-Стокс теңдеулерінің белгілі бір ось координатасына сәйкес сұйықтық қозғалысы нөлге тең жағдайды шешкенде Эйлердің тепе-теңдік дифференциалдық теңдеулерінің жүйесі шығады. Эйлер теңдігінен тыныштық күйдегі сұйықтық қысымы вертикаль бағытында өзгереді, ал X және Y осі бойынша қысым өзгерісі нөлге тең болғандықтан горизонталь жазықтықтың әрбір нүктесінде бірдей болады. Яғни dp dx-ке қатынасы, dp-ның dy-ге қатынасы жеке туындылары нөлге тең болғандықтан dp dz-дің қатынасы жеке туындысы ауыстыруға болады. Яғни келесі өрнек келесі түрде өзгереді. Жылжымайтын біртекті сұйықтық қозғалыстар үшін ρ тұрақты болғандықтан теңдеу келесі түрге өзгереді. Интегралдаудан кейін мына теңдікті аламыз, яғни z плюс p бөлінген ρ көбейтілген g, яғни констант тұрақты. Екі жанама 1 және 2 горизонталды жазықтықтың теңдеуі мына түрге ие болады. Яғни 2 горизонталды жазықтықта орналасқандықтан z1 плюс p1 бөлінген ρ g тең болады z2 плюс p2 бөлінген ρ g тең болады. Яғни осы теңдеу бұл гидростатиканың негізгі теңдеуі деп аталады. Келесі Бернулли теңдеуі. Бұл теңдеу насос пен компрессорлардың толық тегеурінінің және сұйық пен газдың жылдамдықтары мен мөлшерін анықтауда кеңінен қолданылады. Бернулли теңдеуі Эйлердің идеалды сұйықтық қалыптасқан қозғалысының дифференциалдық теңдеулер жүйесін интегралдаудан кейін ғана шығады. Яғни Эйлердің идеал сұйықтық қалыптасқан қозғалысының дифференциалдық теңдеуінен кейін жаңағы осы теңдікті аламыз, яғни z плюс p бөлінген ρ g плюс омега квадрат бөлінген 2g тұрақты, яғни және h-қа тең. Теңдеудің идеал сұйықтықтарын Бернулли теңдеуі деп аталады. Бұл теңдеу бұл яғни жалпы немесе толық гидродинамикалық тегеурін деп аталады, немесе яғни бұл константа тұрақты болғандықтан бұны сонымен қатар гидродинамикалық тегеурін деп те атауға болады. Келесі Бернулли теңдеуі бұл гидромеханиканың негізгі теңдеулерінің бірі болып табылады. Бұл теңдеуді алғаш Бернулли 1738 жылы Страсбургте жарық көрген гидродинамика деген еңбегінде тұжырымдаған. Идеал сұйықтық қозғалысын сипаттайтын өрнекті 1738 жылы жаңа айтып өткендей жоғарыда Бернулли тұжырымдады. Бұл формуланы қорытып шығару үшін көлденең қималар әртүрлі түтікшедегі идеал сұйықтықтарының қозғалысын қарастыруға болады. Яғни бұнда сұйықтықтың бір қалыпты қозғалысы үшін төмендегі теңдеулерді қарастыруға болады. Бұл яғни Бернулли теңдеуінің негізгі 3 қысымның теңдеуі, 3 энергия теңдеуі және 3 биіктіктің теңдеуі деп аталады. Бернулли теңдеуі яғни 3 қысымның теңдеуі үшін келесі мәнге ие болады. Экранда көріп отырғандағыңыздай 3 энергия теңдеуі бұл яғни кинетикалық энергияның және потенциалдық энергияның тығыздығы арқылы өрнектеледі. Және 3 биіктіктің теңдеуі. Бұл яғни геодезиялық биіктік, пьезометрлік биіктік немесе биіктік арқылы өрнектеледі. Бернулли теңдеуі жылдамдығы аз бөлігінде сұйықтың қысымы жоғары болады, немесе керісінше болады.
яғни Бернулли теңдеуін бұл суретте көрсетіліп тұрған сурет бойынша да қарастыруымызға болады, немесе оның қолданысын, Бернулли теңдеуінің қолданысын, яғни мысалы қайықтың суда жүзуі немесе машиналардың жүруі арқылы белгілі бір мысалдар келтіру арқылы қарауымызға болады. Құбырлар мен аппараттардың диаметрін есептеу. Барлық химиялық өндірістің үздіксіз бөлігі сұйықтықтар мен газдарды яғни тасымалдайды. Ол цехтар, қондырғыстар немесе мекемелердің қалыпты жұмысын қалыптастыратын шикізатпен қамтамасыздандырады. Сондықтан өнеркәсіптік құбырлардың созу ұзындығы, бұдан оны дайындау, эксплуатациялау шығыны көп. Проект есептеулерде құбырлардың ұзындығы берілгендіктен негізгі мақсатымыз, яғни құбырдың диаметрін, сонымен қатар кететін энергия шығынын есептеу болып табылады. Бұл яғни бірінші белгілі бір шығынында, яғни құбырлардың диаметрі шығын теңдеуімен есептейді. Яғни құбырлардың диаметрін анықтау бұл D әрпімен белгіленеді және келесі өрнекпен анықталады. Құбыр диаметрі ағын орташа жылдамдығының мәніне байланысты. Ағын жылдамдығы қанша үлкен болса, құбыр диаметрі сонша кіші болады, немесе керісінше. Жылдамдық артқанда құбырдың диаметрі азаяды. Содан оның яғни мойынтығына және жөндеуіне шығын аз кетеді, яғни жөндеуіне. Құбыр өткізгіштер жай және күрделі болады. Жай құбыр өткізгіштер ыдыс пен сұйық қолданумен байланыстырады. Онда құбыр өткізгіштер сұйық шығымы тұрақты, күрделі құбыр өткізгіштер параллельді тармақталған, сақиналы байланысқан жай құбыр өткізгіштерден тұрады. Құбыр өткізгіштер жүйесі әртүрлі коленодан немесе тарелкалардан тұрады. Құбыр өткізгіштердің диаметрін дұрыс таңдау үлкен технико-экономикалық мағынасы бар. Сонымен қатар химиялық өндірісте қолданылатын құбыр өткізгіштер болаттан, шойыннан, түрлі түсті металдардан, керамикалық шыны пластмассалардан жасалуы мүмкін. Және бұларды байланыстырушы ретінде флянстар, муфталар дәнекерлеу көмегімен орнатылады. Фланецті байланыстыратын тығыздығы резиналы орбиталдардан және болаттан жасалған қаптамалардан жасалады. Қаптаманың материалы қалыптастыру үшін параллельді задвижкалар немесе вентильдер орнатылады. Ағындар танымалы болу үшін құбыр өткізгіштер яғни әртүрлі түске бөлінеді, яғни құбыр арқылы өткізетін сұйықтыққа байланысты, түріне байланысты. Бұлар яғни әртүрлі түске бөлінуі мүмкін, сары, немесе көк, немесе жасыл түстерге, яғни сұйықтықтың түріне байланысты құбырлар түсі боялады.